Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз өлшеу құралдары және олардың метрологиялық сипаттамасы. Өлшеу бірлігін қамтамасыз етудің негізгі мақсаттары болып мыналар табылады. Олар Қазақстан Республикасы азаматтарының мүдделерін және экономикасын өлшемнің теріс нәтижелер салдарынан қорғау. Отандық және импортталған өнімдердің, процестердің, көрсетілген қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету. Материалды және энергетикалық ресурстардың барлық түрлерінің дұрыс есебін қамтамасыз ету. Іргелі зерттеулерде және ғылыми талдамаларда өлшем дұрыстығын қамтамасыз ету. Және диагностикалық сырқаттарды емдеу, адамдардың еңбек және тұрмыстық жағдайларының қауіпсіздігін бақылау, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Метрологияда негізінен қолданылатын түсініктер физикалық шама, шама бірлігі болып табылады. Физикалық шама дегеніміз ол физикалық объект, физикалық жүйе қасиеттерінің сипаттамасы. Сапа жағынан көптеген физикалық объектілер үшін жалпыланған, бірақ сан бойынша әр объект үшін бөлек болады. Шама бірлігі дегеніміз бірге тең сандық мәні шартты түрде берілген, белгіленген мөлшердің физикалық шамасы. Қанша физикалық шама бар, сонша физикалық бірлік болуы тиіс. Мысалы, 1 метркі ұзындық бірлігі, 1 сағат уақыт бірлігі, тағы сол сияқты. 1960 жылы халықаралық бірліктер жүйесі қабылданған. Осы жүйе бойынша физикалық шамалардың бірліктері анықталған. Мысалы, ұзындық бірлігі метр, масса бірлігі килограмм, уақыт бірлігі секунд, электр тоғының күші ампер, термодинамикалық температура кельвин, жарық күші кандела, тағы сол сияқты. Міне мына жерде шамалар және өлшеу құралдары мен аспаптары көрсетілген. Мысалға, ұзындықтығы сызғыш сантиметрлік таспа болса, массаныкі таразы, уақыттығы сағат, сол сияқты. Мына жерде шамалар және өлшем бірліктері және олардың өлшеу құралдары мен аспаптары көрсетілген. Келесі өлшеу құралдары дегенге түсініктеме беретін болсақ, бұл өлшеуге арналған техникалық құрал. Олардың белгілі уақыт аралығында өлшемі өзгермейтін, физикалық шама бірлігін сақтайтын және көрсететін мөлшерленген метрологиялық сипаттамалар болып табылады. Негізінен техникалық өлшеу құралдары үш топқа бөлінеді. Ол біріншісі мөлшер, бұл берілген мөлшерлі физикалық шаманы қайталау, жаңғырту үшін арналған өлшеу құралы болып табылады. Ол өз ішінде бір мәнді, көп мәнді болып бөлінеді. Және калибрлер, олар өздерімен өлшемдердің берілген шекараларында тетіктердің беттері мен формаларының өзара орналасуын бақылау мен табуға арналған құрылғыларды ұсынады. Және үшінші түрі ол әмбебап өлшеу құралы. Кейбір диапазонда нақты өлшемді анықтайды. Мұнымен олар өлшемнің берілген диапазонда жатуын ғана анықтай алатын калибрлерден ерекшеленіп ажыратылып отырады. Олар өз ішінде бірнеше түрге бөлінеді. Сонымен қатар бұл жерде өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамасы, олардың өз ішінде бөлінуі және солардың әрқайсысына тоқталып өтілген. Және өлшеу құралдарының сұрыпталынуы, өлшем бірліктерінің эталондары, яғни осы жерде кесте көрсетілген. Бұл жерде эталондардың топтасуы өз ішінде үш түрлі болады. Ол пайдалану сипаты бойынша бастапқы эталон, қарамағындағы эталон болады. Дәлдігі бойынша алғашқы эталондар, екінші эталондар, жұмысшы эталондар, 0-ші реттегі, 1-ші реттегі, 2-ші реттегі және жұмысшы өлшеу құралдары болып бөлінеді. Тиімділігі бойынша ол мемлекеттік эталондар, метрологиялық қызметтердің эталондары болып бөлінеді. Жалпы эталон дегеніміз бұл мөлшерлердің өлшемнің басқа құралдарына беру мақсатында шама бірлігін жаңғырту және сақтау үшін пайдаланылатын аса дәл өлшем болып табылады. Эталондар алғашқы, екінші ретті және жұмысшы болып жіктеледі. Алғашқы эталон ғылыми техникалық жетістіктердің қазіргі деңгейінде өлшеулердің осы саласында мүмкін болатын ең жоғарғы дәлдікпен физикалық шама бірлігін сақтайтын эталон. Алғашқы эталон ұлттық және халықаралық болуы мүмкін. Екінші эталондардың бейнелейтін бірліктердің өлшемдері мемлекеттік эталонмен келісіледі. Екінші эталондарды Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарты немесе мемлекеттік ғылыми метрологиялық орталықтар бекітуі мүмкін. Жұмысшы эталондар бірліктің өлшемдерін екінші эталондардан қабылдайды және өз кезегінде өлшемнің жұмысшы құралдарына өлшемді беру үшін қолданылады. Екінші ретті эталон салыстырып тексеру жұмыстарына қажет болған жағдайда, сондай-ақ мемлекеттік эталонның тез тозуға ұшырамау үшін жасалады және бекітіледі.
Алғашқы эталонға екінші және үшінші эталондар бағынады. Мына жерде ГОСТ 8009-ға сәйкес өлшеу құралының мөлшерленетін метрологиялық сипаттамалары берілген. Ол шкала ұзындығы, шкаланың бөлу бағасы, өлшегіш аспап көрсеткіштерінің вариациясы, өлшеу диапазоны, мөлшердің номиналды мәні, өлшеу құралының сезгіштігі, өлшеу құралының сезгіштігінің шегі, өлшеу құралдарының қателігі және өлшеу құралының тұрақтылығы. Міне мына біздің слайдтың соңғы беттерінде өлшеу құралдарының түрлері көрсетілген. Бізде бұрынғы заманнан бастап өлшеу құралдары қолданылып келеді. Соның әрқайсысына тоқталып өтетін болсақ, мысалға массаны өлшейтін құрал таразы суретте көрсетілгендей, ал оның өлшем бірлігі килограмм, грамм, центнер, тонна болады. Және ұзындықтағы сызғыш, оның өлшем бірлігі миллиметр, сантиметр, метр, километр. Және мысалға уақыттікі сағат өлшейтін құралы, және оның өлшем бірлігі секунд, минут, сағат. Сол сияқты мына жерде әрқайсына тоқталып өткенбіз. Міне түрлері, ұзындықтығы мына жерде штангенциркуль, микрометр көрсетілген. Мына жерде таразылардың әртүрлі бұрынғы заманнан бері қолданылып келе жатқан түрлері. Міне осылай бүгінгі тақырыпты қорытындылаймыз. Қолданылған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Осыған қарап қосымша зерттесеңіздер болады, және интернеттен ссылка көрсетіліп отыр. Рахмет тыңдағандарыңызға, сау болыңыздар.